Сәлем достар, сіздермен қызықты деректер каналы. Бүгін сіздерге өздері қайтыс болса да, табыс табуын тоқтатпаған танымал адамдармен таныстыратын боламыз. Америкалық Forbes журналы жыл сайынғы осы рейтингін жариялаған болатын. Тізімді «Хоббит» және «Властелин колец» эпопеясының авторы Джон Толкиен бастайды. Forbes-тың айтуынша, Швецияның Embracer Video корпорациясы Толкиеннің шығармашылығымен иелік ететін Middle Earth Enterprises'ті $500 миллион сатып алғанын жазады. Коби Брайант Body Armor энергетикалық сусындар брендінің 7%-мен иелік еткен болатын. Кейіннен бұл марканы Coca-Cola сатып алған кезде оның отбасысы $400 миллион табыс тапқан екен. Британдық рокер Дэвид Бойдің музыкалық каталогын Warner Chappell $250 миллион сатып алған. Әйгілі музыкант Элвис Преслидің жанұясы Пресли тур билеттерді, шоу билеттерін және сувенир тауарларын, сондай-ақ өткен жылдан бастап Диснейдің Элвис костюміндегі жұмсақ ойыншықтар сатылымынан барлығы $110 миллион табыс тапқан. Шоу-бизнестегі ең еңбекқор адам қайтыс болса да жұмысын жалғастырып жатыр. Музыка әлемінде «Крестный отец Соула» деген атақпен белгілі Джеймс Браунның образы мен шығармашылығын Primary Wife $100 миллион бағалаған. Атаңызға айналған поп-музыканың патшасы Майкл Джексон міне 10 жылдан аса бұл тізімде алдыңғы қатарларды иеленуде. Өнер иесіне негізгі табысты өзінің Magic Music лейбліндағы музыкалық коллекциялардан, Cirque du Soleil және де Бродвейдегі Майкл Джексон мюзиклдерінен түседі. Отбасылық деректерге сүйенсек, өнер иесі бұл жылы жалпы сомасы $75 миллион табыс тапқан. Канадалық ақын, жазушы және фольк-музыканың негізін қалаушылардың бірі Леонард Коэн шығармалары мен жазбаларын шығару құқығын Hypnosis фирмасы сатып алған болатын. Жалпы сомасы $55 миллион құраған. Доктор Сьюз деген атпен белгілі америкалық балалар жазушысы және мультипликатор $32 миллион табыс тапқан. Негізгі табыс көзін сувенирлік өнімдер мен Netflix келісімшарты және автордың жазған кітаптары құраған. 80-ші жылдардың белгілі рок-группасы Тотоның виртуоз барабаншысы Джефф Поркароның шығармашылығын Primary Wife компаниясы $25 миллион бағалаған. Комикстер авторы және мультфильм суретшісі Чарльз Шульцке оның бала Чарли Браун және иті Снупи туралы мультсериалдары $24 миллион табыс әкелген. Оларды көрсету құқығын Apple TV+ ақылы қызметі сатып алған. Мексикалық әнші-композитор Хуан Габриэль 1800-ге жуық ән жазған. Әншінің каталогтарының бірін Universal Music Group $23 миллион сатып алған. Beatles құрамында және жеке карьерасында жазылған композициялары үшін кісі қолынан қаза тапқан Джон Леннонның жанұясы $16 миллион табыс тауып отыр. Тихий Битл Джордж Харрисонның да табысы Beatles ансамбль құрамында және жеке шығармашылығынан құралған. Жалпы сомасы $12 миллион құрайды. Назарларыңызға рахмет достар. Видео сіздерге ұнаса, лайк басып достарыңызбен бөлісіңіз. Және бізді жоғалтып алмас үшін каналға тіркеліп алыңыз.